Жас суретшіні бірнеше адам ғана түсінеді, ал ұлы суретшіні түсінетіндер одан да аз деген екен Пабло Пикассо. Айтпақшы, Пикассоның жас суретшілер көшіреді, ал ұлы суретшілер ұрлайды дегені де бар. Жалпы суретшінің әлемін түсіну тым қиын. Оның рас тәуекел. Бір ғана картинасына ұлы философиялық ойларды топтастыратын суретшілердің өмірі көпшілік үшін жұмбақ. Тілшілеріміз қызығы мен сыры мол суретшілер әлеміне саяхат жасап қайтты. Бейнематериалды бірге тамашалайық. Қазақ суретшісі, халық суретшісі дегенде ең алдымен Әбілхан Қастеевтің есімін еске аламыз. Тек қана есімі, өкініштісі еңбегін емес. Әбілхан Қастеевтің түрксібі немесе медеуін атап айтуға болады. Амангелді Имановтың образы, мысалы, ешқандай фотосурет қалмаған. Бұл образы тек қана Әбілхан Қастеев өзінің 30 жыл бойғы еңбегінің арқасында елдердің айтуы бойынша, жаңағы сарбаздардың естеліктері бойынша өзінің образын сомдайды. Бұл Қанафия Телжановтың көкпар туындысы 1927 жылы жазылды. Бұл туынды жалпы қазақтың бейнелеу өнері тарихында ойып тұрып орын алады. Туынды тек Қазақстанға ғана емес, дүние жүзіне мәшһүр болды. Жалпы Қанафия Телжановтың бұл көкпар туындысын Ван Гогтың, Да Винчидің жұмыстарымен қатар қоюға болады. Бүгін біз қазақ бейнелеу өнерінің үздік жауһарларымен таныстыратын боламыз. Аталған есімдер қазақ бейнелеу өнерін әлемдік деңгейде мойындатқан тұлғалар. Сондықтан жұмыстарының құны өте жоғары. Бірінші орынға біз енді Қанафия Телжановтың көкпар шығармасын қоямыз. Ұлттық ойын көкпар. Қазақ өнерін танытқан шетелі. Сол көкпар атты туындысын әлемдік деңгейдегі ең жауһар туындылар деп айтуға болады. Дүние жүзінде Жаңатай Шәрденовтың шығармаларына қызығушылық жоғары, картиналарының қымбаттылығы соншалық, бағасын естісеңіз таңдай қағасыз. Шәрденовтың жасаған туындылары жаңағы ең жоғары деңгейде болып саналады. Нарықта ең жоғары бағаланатын суретшілердің қатарына кіреді әрине. Жаңатай Шәрденов пейзаж өнерінің майталманы. Ол 2000-нан астам туындылар салған. Олардың басым бөлігі пленерді жазылған. Қылқалам шебері 1992 жылы 28 наурызда шығармашылық ізденіс барысында сүйікті жері Медеу шатқалында өмірден өткен. Жаңатай Шәрденов ағамыздың жұмыстары бір ерекше, сондай өзіндік стильмен тек бізде ғана емес, шетелде де жақсы танылған. Мысалы, ресейліктер қатты бағалайды оны. Біздің сурет өнерін ең бір қалап кеткен кісілердің бірі. Бұл жас суретші Ержан Танаев. Жас болса да жеке көзқарасы бар. Отандық қылқалам шеберлерінің арасынан суырып ешкімді айтпады. Тек ұстазыма қарап бой түзеймін дейді. Әртүрлі суретшілер болады. Біреу атақ іздейді. Біреу бүгінгі атақ іздейді, біреу ертеңгі атақ іздейді. Ертеңгі атақ дегенне ол мысалға қазір мүмкін атағы шықпас, онда бір керемет болмаса да, кейінгі ұрпақ оның жұмыстарын бағалап, кейін көтеруі мүмкін. Әбілхан Қастеев, Жаңатай Шәрденов, Қанафия Телжановтар бүгінгі емес, ертеңгі де емес, жалпы атақ қуып, даңққа бөленудің жолдарын іздемеген. Олар тек өнермен айналысты. Өнердің өміршең болатынын да ойламады. Жантас Тұран, Михаил Волобуев, Жаңа күн.